Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Егер жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайктемелерін басып, каналымыздың дамуына өз үлесіңізді қосыңыздар. Қазақстан халқына қоғамдық қор науқас балаларды шетелге жіберу шарттарын жеңілдетеді. Бұл туралы қор төрағасы Болат Жәмішев мәлімдеді. Оның айтуынша, бұрын мемлекет бюджеті қаражаты жетпей қалған кезде қордың көмегінен жүгінетін, қазір ауруда жазуға отандық медициналық күш жетпеген кезде бүкіл бүлдіршін қаржылай көмек ала алатын. Бірақ алдымен елдегі емханаларға жүргіну қажет. Ата-аналардың өтініші қазақстандық дәрігерлерге дертке дау бола алмаған жағдайда ғана арнайы анықтама арқылы мақұлданады, деп хабарлайды Қазақстан ұлттық телеарнасы. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және де балаларыңыздың денсаулығына Алланың өзі көмек берсін.